Имбир ашылау дәм береді, бірақ дәл сол ашылықта оның негізгі емдік күші жатыр. Енді барлық ингредиенттерді блендерге салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспаға бал қосамыз. Бал қоспаның қасиетін сақтап қана қоймай, оның әсерін күшейтеді және дәмін де жұмсартады. Дайын қоспаны шыны банкаларға құйып тоңазытқышта сақтаймыз. Құрамы: 8 түйір сарымсақ, қабығымен бірге 2 лимон, ұзындығы шамамен 4 см имбир тамыры, 250 грамм бал. Қалай қабылдаймыз? Таңертең ашқарынға осы қоспаның бір ас қасығын ішіп, үстінен 1 стақан су ішесіз. Екінші қабылдау ұйықтардан 4 сағат бұрын, немесе кешкі асқа дейін жарты сағат қалғанда болады. Бұл тәсілді 4 апта бойы қолданасыз, кейін 2 апта үзіліс жасайсыз. Қажет болса, одан кейін тағы да жалғастыруға болады. Сіз бұл қоспаны бұрын қолданып көрдіңіз бе? Әсері қандай?